Қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Сіздермен бірге мен Малика. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай TikTokта хит болып жатқан жүрекшесі бар пирог жасайтын боламыз. Ол пирогты әркім әртүрлі қылып жасайды, бірақ та мен бүгін творожный қылып жасағым келіп тұр. Сол себепті менімен бірге видеоны салмайтын болыңыздар. Егер де рецептердің жиі шыққанын қаласаңыздар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийға плюс қойып кетіңіздер. Сол кезде видеолар көбірек шығатын болады. Жұмсақ, міндетті түрде жұмсақ сары майдың үстіне қант қосамыз. Енді вилкамен жақсылап тұрып езіп аламыз. Міне достар, май мен қантымыз жақсылап тұрып араласты. Енді оның үстіне бір жұмыртқа қосамыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырып жібереміз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін енді оның үстіне ақырындап ұн қосып отырамыз. Бізде жұмсақ қамыр шығуы керек. Мен ұнға қопсытқыш қостым. Міне достар, бізде осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр пайда болды. Енді біз бұны противнімізға жайғастырамыз. Енді осылай бағана жайған қамырымызды жақсылап тұрып противннің үстіне жайғастырамыз. Осылай оқтармен үстінен жүргізіп өтеміз. Міне достар, мен қамырды формаға жақсылап тұрып орналастырып алдым. Енді оның үстімен вилкамен үстесіп шығу керек. Себебі піскен кезде көтеріліп, пирог әдемі болмай қалуы мүмкін. Болды, үстесіп шықтым. Енді үстіне құятын начинкасын дайындайтын боламыз. Бағанағы айтқандай, ішіне құятын салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ірімшіктің үстіне қант қосу керек. Сосын 2 жұмыртқа қосамыз үстіне. Енді жақсылап тұрып блендермен езіп аламыз. Міне достар, осылай тез-ақ дайын болады. Енді ол салмадан кішкене алып қалуымыз керек. Бетіне жүрекшесін жасау үшін. Алып қалған салмамыздың үстіне қызыл бояу қосатын боламыз. Сіздер порошок түрінде қолдансаңыздар болады. Енді араластырамыз. Міне осындай қанық қызыл түс шыққанша араластырып алдым, красканы қосып. Енді шприц арқылы жүрекшелерін жасайтын боламыз. Сіздер негізі қасықпен де істей берсеңіздер болады, бірақ та маған шприц ыңғайлырақ. Енді жүрекшелерін жасауға кірісейік. Енді оның үстіне бағана жасаған салманы құямыз. Ең қызық жағына да келдік. Бағанағы істеп алған краскамызды мен осылай шприцқа құйып алдым. Сіздер қасықпен істей берсеңіздер де болады. Енді оның бетіне мынандай домалақтар істеп шығатын боламыз. Осындай орташа размердегі домалақтар істейміз. Енді осындай тіс шұқығыштың көмегімен жүрекшелер жасайтын боламыз. Мінекей достар, осылай дайындап алдық. Енді біз пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне достар, сонымен біздің пирог дайын. Қазір сіздерге ішін кесіп көрсететін боламын. Мына қараңыздар, қандай жұмсақ.
деген красотка. Өтірік айтпай ақ қоям, бұл менде екінші попытка болды. Менің бір ұққаным, сіздер бетіне құятын краскасын сәл сұйығырақ қылып жасасаңыздар, әдемірек болып шығады екен. Мен сіздерге бірінші попыткадағы видеоны соңына қойып жүрем. Қарап, бір күліп алсаңыздар болады. Ендеше сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.